Кез келген мемлекет үшін, халық үшін және келешек ұрпақ үшін тәуелсіз болу өте маңызды. Тек тәуелсіз мемлекеттер ғана дінін, тілін, ұлттық сана сезімін жоғалтпай ұстай алады. Қазіргі жаһандану заманында көріп жатқандарыңыздай, бодан болған халықтар өте жоғары қарқынмен отарлаушы елдердің арасына сіңіп бара жатыр. Бұндай қиын қыстау кезең Кеңес одағының заманында қазақ халқының да басынан өтті. Тәуелсіздікке 30 жыл болса да, біз соның зардабынан толық шыққан жоқпыз. Бүгінгі видеода 20-21 ғасырларда тәуелсіздігін ала тұра 40-50 жылдың ішінде қайтадан жоғалтып алған мемлекеттерді және олардың қандай қателіктер жасағандығын қарастыратын боламын. Күрдістан. Күрділер ғасырлар бойы Осман империясы мен Әзербайжандық Сефевид империясының қол астында болып келді. 20 ғасырдың басында Осман империясы құлауы нәтижесінде күрділер тәуелсіздікке ұмтылып, 1925 жылы өз тәуелсіздігін жариялады. Жауап ретінде түрік әскері басып кіріп оларды күйрете жеңді. Күрділер тағы да 1927 жылы қазіргі оңтүстік шығыс Түркия жерінде Арарат Күрді республикасын жариялады. Түріктер жинақталып болған соң 1931 жылы Күрдістанға басып кіріп, аяғын аспаннан келтіріп жіберіп өз иелігін қайтарып алды. Түріктерден әбден жеңілген күрділер 1941 жылы Иранға Кеңес одағы мен Британия әскерінің басып кіріп әлсіреткенін пайдаланып, 1946 жылы Мехабад Күрді республикасын жариялады. Күрді халқының қуанғаны сонша қаншама күндер мен түні бойы тойлап кетті. Иранның бұл істі жайына қалдырмайтындығын біліп, бар күшін әскери іске салудың орнына, күрділер ұлттық салт-дәстүрімізді қалыптастыруымыз керек деп мектеп ауруханалар ашып білім беруді күрді тіліне аударып әлек болып жатқанда, сол жылдың қараша айында Иран әскері басып кіріп, еш қарсылық көрмей қайтадан жаулап алды. Өкінішке орай қазіргі қазақ халқы да тәуелсіздікке 20-30 жыл толды деп тойлап жүр. Күрдістан сияқты әскери іске мән бермей тойлап жүргенде тәуелсіздікті бір-ақ күнде жоғалтып алуы мүмкін. Сол кезден бастап күрділер әлемдегі ең саны көп бірақ мемлекеті жоқ халық болып қалды. Шығыс Түркістан. Менің Шығыс Түркістан жайлы қысқаша айтқан кейбір видеоларыма қазақтар Шығыс Түркістан біздікі десе, ұйғырлар жоқ біздікі болған. Басшылардың бәрі ұйғыр деп көптеген пікірлер білдіріп жатты. Бұл ауқымды тақырып алдағы уақыттарда Шығыс Түркістан жайлы толық қарастырып, ол жақтағы қазақтар мен ұйғырлардың атқарған рөлі мен расында бұл жер кімдікі болғандығын қарастыратын боламын. Жалпы екі Шығыс Түркістан республикасы болған. Біріншісі 1933 жылы құрылды. Сталинді білесіздер, түркі халқының нағыз жауы қаншама қазақтарды репрессияға жіберген болатын. Тәуелсіз Түркістанның құрылуы Орта Азия түркілеріне әсер етіп, орыстардың билігін құлатуына алып келеді деп, Кеңес одағының авиациялық әскері 1934 жылы Шығыс Түркістанға ауыр соққы беріп мемлекетті құлатты. Қытай, Жапон соғыстарын пайдаланып біріккен қазақ ұйғырлар одақ құрып 1944 жылы екінші рет Шығыс Түркістан республикасын құрған болатын. Қазақтар Осман батырдың басшылығымен Қытайларға бірнеше рет ауыр соққы беріп, сонымен қатар одақтас ұйғырларға да біраз жерді жаулап берген болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанда Осман батыр Қытайға бой бермей тұрған болатын. Тәуелсіз түркі мемлекеттерінің болуы бүкіл КСРО түркілерінің азаттыққа ұмтылуына жол ашады деп білетін Сталин Шығыс Түркістанды құлату жайлы бұйрық берді. Қытай мен Кеңес одағының әскері біріккен түрде шабуылға шыққанда ұйғырлар соғыссыз берілді. Ұйғырларға ренжісе де Осман батыр Қытайға ешқашан бас имеймін деп соңына дейін күресті. Жалғыз Қытайға бой бермей келсе де, КСРО-ның соққысынан қазақтар жеңіліске ұшырап, Шығыс Түркістан Қытай құрамына өтті. Бұл оқиғаға мән беру керек жағдай, қазіргі таңда Ресейде, Қытайда Қазақстан жеріне көз алартып отырғанын талай рет ашықта айтқан, сондықтан бұл күшті көршілер барда бейқам отырмай сақтанудың қамын жасау керек. Малайзияның ыдырауы. Жалпы Қытай халқының негізгі қоныстанған бөлігі Қытайдың шығыс аумағы болатын және оңтүстік шығыс Азия елдері осы аумаққа жақын орналасқан. Ұзақ уақыт бойы жабық есік саясатын ұстанған Қытай кейіннен бұл шектеуді алып тастап, көптеген қытайлар Малайзияға әртүрлі мақсатта барды. Кейіннен қытайлардың саны көбейіп кеткені сонша, Малайзия халқына ұлт ретінде жойылып кету қаупі төніп, жергілікті халықтар мен қытайлар арасында 1964 жылы үлкен жанжалға алып келді. Қытайға сіңіп жоқ болып кетуден қорыққан Малайзия халқы өз жерінің бір бөлігінен бас тартып бөліп тастады. Нәтижесінде 1965 жылы сол жерде Сингапур мемлекеті құрылды.
Қытайлар бұл әдісті жақсы біледі, сондықтан Қазақстанда да қытайлар еркін қатынау керек, сол үшін визасыз режим қажет деп көп ұсыныс жасап отырды. Оның қаншалықты қауіпті екенін Малайзияның жағдайынан қарап түсінуіңіз керек. Тибет заманында империя құра білген мемлекеттердің қатарынан болатын. Кейінгі ғасырларда маньчжурлердің тарапынан жаулап алынып, Цин империясының құрамына енді. 1912 жылы Шанхай революциясының нәтижесінде Цин империясы құлап, Қытайлар маньчжурлерден тәуелсіздігін алды. Осы оқиғаның нәтижесінде Тибетте өз тәуелсіздігін алған болатын. Тибет басшысы Далай Лама 13-ші Қытайдың қауіпті екенін ес жиып алған соң соғыс ашатындығын біліп, тәуелсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мықты әскер құруға әрекет жасап, Үндістанға адам жіберіп әскери іске дайындалып 5000 әскер құрған болатын. Сондай-ақ тәуелсіз мемлекеттерге тән өз ақшасын шығарып, көрші елдермен дипломатикалық қатынастар орнатып та үлгерді. Дегенмен Тибет халқы әскери реформаларға қарсы болып, біз бейбіт ел болуымыз керек, бізге тыныштық керек деп қарсы шықты. Қытай революциядан кейін өзара соғысып, артынша екінші дүниежүзілік соғыстарда жапондармен соғысып ұзақ уақыт Тибетке мән бере алмады. 39 жыл тәуелсіз болған Тибет әскери іске мән бермей оңбай таяқ жеді. 1950 жылы Қытай әскері Тибетке басып кіріп, оп-оңай жаулап алып Қытай құрамына қосып алды. Біздің елімізде қазіргі күнде бізден өткен бейбіт ел жоқ деп, ешбір халықпен жауласпаймыз деп жар салып, біздің мақтаншақ жыл сайын аса қуатты ядролық қарудан бас тартқанын жырғылады. Тура сол жағдай Тибеттің де басынан өткен болатын. Тибеттіктер екінші дүниежүзілік соғысқа қатыспай, біз бейбіт елміз, барлық ел тату болу керек деп жар салған болатын. Сөйткен ел бір жылда тәуелсіздігінен айырылып қалды. Ливия. Әлемдік картада Ливия мемлекет деп танылса да, іс жүзінде 2011 жылы Каддафи билігі құлатылып, ол қайтыс болғаннан бастап Ливия мемлекет ретінде өмір сүруін тоқтатқан. Ливия халқы бұрыннан-ақ бөлінгіш болып, әртүрлі ру тайпалардан құралған болатын. Каддафи тиімді саясат жүргізе біліп, Ливия халқын алтынмен аптап бай әрі тыныш өмірмен қамтамасыз етті. Бірақ бұл Ливия халқына аз болып, Каддафиді құлатқан соң, өзара тайпалық бөлініс қайта басталып, сыртқы күштердің әсерімен әртүрлі топ өкілдері өз мүддесіне сай бүтін мемлекетті бөліп алды. Бұл жағдай қазақ халқына сабақ болып, өз ру тайпаларымен мақтанып бөліп жаруды толықтай ұмыту керек. Судан 2011 жылы екіге бөлініп кеткенге дейін Африкадағы ең үлкен мемлекет болатын. Оңтүстік Судан халқы негізден христиан болып, мұсылмандарға қарсы шығып бөлініп кетті. Әрине бұл жағдайға сыртқы күштер де ықпал жасаған болатын. Бұл оқиға басталмастан бұрын 1955 жылға дейін ағылшындар Оңтүстік Судан халқын бөліп алуға бар күштерін салып, бұл аумақта христиан дінін жаппай таратып қолданған болатын. Қазіргі заманның кезінде Европа елдері отарланған мемлекеттерінен ресми түрде айырылып қалса да, іс жүзінде әлі де байлығын жаппай сорып отыр. Сондай-ақ ешкімге үлкен күшті мемлекет керек емес, оларға мемлекеттерді бөлшектеп әлсіретіп, уысында ұстау тиімді. Африка жері қаншалаған алтын мен алмаздарға толып жатса да, халқының кедей болуы осыған дәлел. Елін ойлап үлкен реформа жасауға тырысатын басшы келсе, белгісіз жағдайда қайтыс болып кетіп отырады. Судан халқы да діни мәселеге тап болып, ақыры екіге бөлініп тынды. Бұл жағдайда бізге мән беретін жағдай бар. Салафиттер мен вахабистерді қолдап отыратын Сауд Арабиясы оларды қаржыландыру нәтижесінде олардың ағымы біздің елге де жетті. Бізге ислам діні жеткеннен бері біздің мазхабымыз ханафи болғандықтан басқа ағымдардың қажеті жоқ. Сыртқы елдер таяу шығыстағы көптеген халықтарды суннит, шиит деп соғыстырып қойып, екі жаққа да қару сатып пайда көріп отыр. Маньчжурия. Маньчжурлерді қазақтар шүршіттер деп атаған. Олар да түркілер секілді өте жауынгер халық болып, Қытайды бірнеше рет жаулап алған болатын. Шыңғысхан ұрпақтары құлатқан Қытайдағы Цзин империясының басшылары да осы маньчжур халықтары болатын. Құбылай ханның империясы құлап, түркілер Қытайды уысынан жіберіп алған соң, 1636 жылы Айсингёро әулетінен шыққан Абахай Қытайды басып алып, Цин империясының құрғандығын жариялаған болатын. Қазіргі Қытайдың жері кең болуы осы жауынгер маньчжурлердің темір қолымен жауланған болатын. Ұзақ уақыт маньчжурлер Қытаймен араласпай тұрған болатын. Дегенмен кейінгі патшалардың Қытаймен үйленуіне рұқсат беруіне байланысты аз санды маньчжурлер Қытайға жаппай сіңіп бара жатты. Оның үстіне 1912 жылы маньчжурлердің тақтан айырылып қалуы бір сәтте басқарушы халықтың бодан халыққа айналып кетуіне себепші болды. Бүгінгі таңда маньчжурлердің саны 10 миллионнан асады.
Бірақ жыл өткен сайын тілдері мен ұлттық сана сезімінен айырылып, Қытайға сіңіп бара жатыр. Қорытындылап айтқанда, бұл оқиғалардың көбісі орта ғасыр емес, 20 ғасырдың екінші жартысы мен 21 ғасырда, яғни біздің кезеңімізде болып жатыр. Өкінішке орай бұл жағдайларға ұқсас жайттары біздің елде де болып жатыр. Біз Тибет сияқты әлемге бейбіт елміз деп жар салып, күрділер сияқты той тойлап бейхам жүрміз. Ежелгі түркілер бейбітшілік тоқтаусыз жалғаспайтындығын білген. Сондықтан олар әскери іс пен қорғанысты әрдайым алдыңғы қатарға қойып, халықты бала кезінен жауынгер болуға тәрбиелеп, қару-жарақты өте шебер пайдалана білген. Соның нәтижесінде ешбір жау түркілердің жерін таптай алмады. Біздің елде сол дәстүрді жалғастырып, спортқа, той-думанға кетіп жатқан ысыраптарды тоқтатып, оның орнына ғылым, білім мен әскери істерге қолдау жасауы керек.